Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте керемет, өте пайдалы сүйек сорпасының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осындай ішінде жілік майы бар сүйектерімізді аламыз. Міндетті түрде жілік майы бар сүйек алуға тырысыңыз. Менде қазір сиыр малының сүйегі, қалауыңызша басқа сүйектерді қоссаңыз болады. Мен қабырғалар үйде жатқан соң қоса салдым. Негізінде осындай үлкен сүйектің өзі де жарай береді. Сүйегімізді жуып алып, үстінен су құйып, осылай бетін жауып бір қайнатып, суын төгіп алатын боламыз. Бұл міндетті емес, қалауыңызша суды төкпей қалдырсаңыз да болады. Мен осылай бір қайнатып, сүйегін алып, кейін төгіп тастаймын қалғандарын. Кейін сүйегімізді жуып, үстінен суымызды құйып, бетін жауып, қатты отта қайнатып аламыз. Қайнап шыққаннан кейін, осылай бетіндегі көпіктерін сүзіп алып тастаймыз. Сорпаңыз мөлдір таза болсын десеңіз, осылай жолмен сапырып жүрсеңіз де болады. Сол кезде сорпаңыз мөлдір таза болатын болады. Сорпамыздың астын басып, кем дегенде 8-12 сағат қайнатамыз. Сорпа неғұрлым ұзақ қайнаса, соғұрлым жақсы. Кемінде 3 күн қайнатуға болады. Мен 24 сағат 2 күн қайнаттым. Ұзағырақ пісіріп алғаныңыз жақсы, себебі сүйектегі бүкіл пайдалы микроэлементтер сорпаға сіңіп тұратын болады. 5 сағат өткеннен кейін 1,5 ас қасық лимон салдым. Қалауыңызша алма шырынымен алмастырып салсаңыз болады. Менде алма шырыны болмағандықтан лимон шырынын қостым. Ол бізде сүйектің ішіндегі бүкіл пайдалы заттарды сорпаға шығуына көмектеседі. Үстіне 1 ас қасық тұз салдым. Асты басулы күйде осылай жай ғана қайнап тұрды. 18 сағат өткеннен кейін осылай үстіне сарымсағымды, сәбізімді, лавар жапырағын, қара бұрышты және де пияз, аскөктің сабағын салдым. Қалауыңызша басқа да көкөністерді салуға болады. Картоптан басқа кез келген көкөніс түрін салсаңыз болады. Осылай 1 тілім лимон тастадым, дәмі әдемірек болсын деп. Мен сорпамды 24 сағат осылай пісіріп алдым. Сорпамдағы сүйегімді бөлек алып, сорпамды сүзгіден өткізіп алдым. Бұл сорпа микроэлементтерге өте бай, әсіресе әйел адамдарға қажетті коллаген жім түсірмеуге, шаштарыңыздың мықты болуына, тырнақтардың мықты болуы үшін өте пайдалы. Сүйектің ішіндегі бүкіл пайдалы майлардың бәрі осы сорпаға шығып кетеді. Сол себепті әйел адамдарға да, кішкентай балдарға да осы сүйек сорпаны ішу керек. Себебі осындай қарасаңыз, байқасаңыз, мына видеодағыдай сүйектегі бүкіл пайдалы нәрселердің бәрі сорпаға шығып кеткендіктен сүйек өте жеп-жеңіл болып қалады. Сүйек сорпасының пайдасы туралы өте мағлұматтар көп. Интернет желісіне іздеп көрсеңіздер болады. Ал мен осындай сорпаның бетіндегі майын бөлек құйып алдым. Кейін басқа да сорпаларға қолдана беруге болады, немесе қатпарлы самсаларға, сондай самсалардың ортасына қамырға қолдануға болады. Сорпаны контейнерлерге құйып, мұздатқышқа сақтауға болады. Қажеттісін күнделікті алып, шетінен ерітіп, бөлме температурасында ерітіп, шамалы ысытып, қайнатуға болмайды, шетінен ішіп тұруға болады. Холодильникке қойған түрі осындай желатин сияқты болып, холодец сияқты болып тұрады. Осындай болып қатып қалады. Ал майы осындай бөлек холодильникте ұстаймын мен. Осындай болып қатып тұрады. Астын қарасаңыз, астында сорпасы қалған, бетінен майларын тағы да бөлек алып алуға болады. Немесе осы күйінде сорпаларға қосып қолдана берсеңіздер болады. Мен кішкентай балдарыма осылай сорпаларына шамалы қосып жіберіп ішкіземін. Тамақ өте дәмді, әрі өте пайдалы болады. Сүйек сорпасы міндетті түрде жасап, үзбей ішіп жүріңіздер. Ол организмге өте пайдалы, әрі өте қолжетімді бағада. Сүйектің бағасы бізде шамамен 500 теңге килограммы. Еттің бағасынан әлде қайда арзан, бірақ өте пайдалы. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.